Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Математика сабағын бастаймыз. Математика сабағынан үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі деген тақырыппен танысамыз. Оқулығымыздың 27-ші бетін ашып дайындаламыз. Бүгінгі сабағымызда үш таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренеміз. Оқушылар 27-ші бетте көрсетілген үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Өрнектерді құрастырып жаз және олардың мәнін тап делінген. Оқушылар, бірінші А бөлігіне назар аудара қойыңдар. 23 пен 3-тің қосындысын 430 санынан азайт делінген. Оқушылар, өрнекті өзіміз құрастыруымыз қажетпіз. 23 пен 3-тің қосындысын етсақ, яғни 23 пен 3-ті бір-біріне қосамыз. Осы өрнекті 430 санынан азайт деген. Өрнекті құрастырайық. Міне 430 азайту жақшаның ішінде 23 пен 3 тұр. Яғни есепте пен, мен деген жалғаулар тұратын болса, оны жақшаның ішіне аламыз. Келесі сендерге тапсырма осы есептің Ә, Б, В, Г бөліктерін шығару. Ә бөлігіне қараймыз. 250 санынан 360 пен 60-тың айырмасын қос делінген. Яғни 360 пен 60-ты бір-бірінен азайтамыз, жақшаның ішіне аламыз, оны 250-ге қосамыз. Ары қарай осы есепті шығарамыз. Балалар, өздерінен кері байланысты күтемін. Математика сабағы осымен аяқталды. Тапсырмаларды орындап, маған кері байланыс жібере қойыңыздар.